бәрімізге белгілі, бүгінгі күнде елімізде студент жастардың ілми инновациялық идеяларын қолдап қуаттылау, олардың дөретушілік қабілеттерін жүзеге шығару, hamda innovatsiялық hamda стартап проектілерін әмелиятқа енгізу бойынша кең көлемді нәтижелер әмелге асырылып келмекте. Бұл бағдарда Өзбекстан Республикасы жоғары білімдендіру ілім һәм инновациялар министрлігі, һәм осы министрлік жанындағы инновациялық рауажану агентлігі, Жастар академиясы, Нөкіш жастар технопаркі тарапынан әрқилы сол студент жастарды қолдап қуаттылау бойынша жобаларын әмелге асыру бойынша таңдаулар жарияланып келмекте. Әлбетте бұл таңдаулар өткеруден тек арғы мақсат студент жастардың сол идеяларын қолдап қуаттылау, олардың сол оқу теориялық көрнекпелерін ілім hamda өндіріспен бірге алып барылуын тәминлеуде айрықша ахметке есептелінеді. Қазіргі күнде елімізде бұл стартап жобаларды әмелге асыру бойынша олардың құқықтық базасын тәминлеу бойынша бірқатар қарарлар шығарылған. Осы қарарлардың бірі Өзбекстан Республикасы министрлер кабинетінің 2020 жыл 9 марттағы іліми зерттеулер һәм инновациялық қызметтер рауажандырудың норматив құқықтық базасын және де жетілдіру іс-шаралары хақындағы қарары айрықша ахметке есептелінеді. Бұл қарарда сол ілми жобаларды қалыптастыру, сол фундаментал, әмели, инновациялық проектілерді жазу, оларды бақылау өлшемлері, оларды сол таңдау шарттары тикарында тиісілі сұралған орынға тапсыру, һәм бұл жобалар тапсырылғаннан кейінгі оларда болып өтетін экспертиза басқыштары, яғни сол техникалық, ilmi техникалық һәм финанс экспертиза басқыштары, бұнан кейін жобалар ұтып алу тәртіптері, һәм жоба ұтып алынғаннан кейін жобаларды әмелге асыру басқыштарын қалайынша әмелге орындау мүмкін, һәм бұлар бойынша кейіншелік мониторинг істерін алып бару бойынша жүр кең мағлұматлар берілген. Бұдан тысқары бұл қарарда стартап проектілерін қалыптастыру мәселесі, оларды жазу, оның бағалау өлшемлері, олардың мониторинг процестері бойынша да айрықша мағлұматлар беріп өтілген есептелінеді. Бұдан тысқары министрлер кабинетінің 2021 жыл 19 апрелдегі ілми һәм инновациялық қызметтен шұғылданып кетірген зерек жастарды қолдап қуаттылау іс-шаралары хақындағы қарарда бір айрықша ахметке есептелінеді. Бұл қарарда сол тікелей студент жастардың сол дөретушілік имканиятын жүзеге шығару, олардың сол идеяларын қолдап қуаттылау бойынша таңдауларды өткеру тәртіптері хақында айрықша мағлұматтар беріп өтілген. Енді бүгінгі күнде елімізде қандай таңдаулар жарияланып келмекте бұл бойынша? Қазіргі күнде елімізде студент жастарды қолдап қуаттылау үшін бірқатар таңдаулар жарияланып келмекте. Олардың идеяларын әмелге асыру, олардың сол стартап жобаларын әмелиятқа енгізу бойынша. Міне бұл таңдаулардың бір мысалы үшін дәстепкілер сипатында біздер Мырзабек мирас қорлары, Технoway, Технофест сияқты таңдауларды айтып өтсек болады. Міне бұл таңдауларда студенттер жастар өзінің сол ілми стартап жобаларымен қатынасып, өзінің сол жобалары бойынша сол кіші көлемдегі материалдық қаржыландыру модарларына ие болады. Һәм өзінің стартап жобаларын және де жетілдіру имканиятларын бірқатар көріп шығады бұл жобаларда. Қазіргі күнде министрлер кабинетінің 2021 жыл 19 апрелдегі 222 саналы қарар тикарында бірқатар таңдаулар жарияланып келмекте. Мәселен, солардың бірі болашақ алаң таңдауы, бұл әр жыл елімізде жарияланып келмекте. Міне бұл таңдауда студент жастар ілми идеялар, хаялар бизнесінің бірінші қадам, кейін стартап жобалар таңдаулары өткеріледі жөнелістер тикарында. Мәселен, бұның ілми идея жөнелісінде студент жастардың базалық есептік модардың 400 есе ішкен модардағы жобалары қаржыландырылады. Ал стартап проекттер жөнелісінде болса, базалық есептік модарының 3000 есесін ішкен модардағы үлкен көлемдегі стартап проекттері қаржыландырылады. Бұл әжілер әлбетте студент жастардың инновациялық идеяларын әмелиятқа енгізу барысында жүдә үлкен оларға мотивация береді деп ойлаймын. Міне осы іс-шаралар тикарында Бердібек атындағы Қарабақ мемлекеттік университетінде де әр жылы сол студент жастарды, қабілетті студент жастарды таңдап алу, олардың сол инновациялық идеяларын қолдап қуаттылау бойынша таңдаулар өткеріліп келмекте. Мысалы, осы тикарда әр жылы университетте ең жақсы ойлап табушы Технoway сияқты таңдаулар өткеріліп, олардың студент жастардың сол ілми инновациялық идеялары итибарға алынып, олардың ішінде ең сайланды сол ілми идеялары яки стартап жобаларына материалдық жақтан қошеметленіп келінбекте. Һәм кейінгі басқышта сол Өзбекстан Республикасы жоғары білімдендіру ілім һәм инновациялар министрлігі һәм инновациялық рауажану агентлігі, Жастар академиясы тарапынан жарияланып келген таңдауларға ұсынып келінбекте. Әлбетте бұл ләжілер һәм студент жастардың осындай ілми инновациялық идеяларының қолдап қуаттылануы, оларды келешекте сол тек оқу теориялық оқу көрнекпелерімен біргелікте
оларды ілім менен, олардың идеяларын ілім менен өндіріспен байланыстыруда, олардың сол ілми идеяларын әмелиятқа енгізуде, жүзеге шығаруда бек кең іргетас болып қызмет етеді деп сенім білдіріп қаламыз.